Сәлем достар, біздер балаларымыздың жазғы демалысын пайдаланып, Саннас қаласындағы орталық кітапханаға барған едік. Бұл жай ғана кітапхана емес, балалардың арманы дерсіз. Саннастың кітапханасындамыз, орталық кітапхана. Мұнда деген сағат 4-ке дейін жұмысшылары жасайды екен. Бірақ 4-тен кейін жазылған өзіңіз бола аласыз, сізге ешкім көмек көрсете алмайды деп міне. Жұмысшылары жоқ. Біз енді өзіміз келіп, балалармен каникулда кітаптарды қарап жатырмыз. 4-тен кейін келіп тұрғасын, мұнда енді адамдар кіріп, өздері жұмыстарын жасайтындар жұмыстарын жасап, біздер балдармен кітап оқып, ана жақта мысалға адамдар жұмыс жасап жатыр. Мұнда тек кітапты оқып қана қоймай, ойнауға, зерттеуге, сурет салуға да болады. Балалар мұнда өздерін еркін сезінеді. Балалар өздері қалаған кітапты өздері таңдайды. Бұл оларға жауапкершілік пен қызығушылықты қатар береді. Бірге кітап оқудың өзі бір үлкен эмоция. Бұл уақыт балалар үшін де, ересектер үшін де қымбат. Меніңше, балаға кітапты үйретудің ең жақсы жолы осындай жерлерге бірге барып, кітапты қызық іс ретінде көрсету. Саннас кітапханасы осы жағынан ерекше. Мұнда түрлі тілдерде әдеби кітаптарды табуға болады. Француз тілі, итальян тілі, түрік тілі, поляк тілі, барлығы да осында. Тіпті орыс тілінде де әдеби кітаптар таптық. Кітапхана ішінде ақысыз Wi-Fi-ға да қосылуға болады. Мұнда түрлі төменде тыңдаулар өткізілетін болар. Мұнда мына компьютермен келіп жұмыс жасауға болады. Мына резервтеу керек екен. Бұл яғни түрлі презентациялар өткізуге болатын жер. Керемет екен, іші салқын. Әрбір бөлмелер орналасқан, онда дейтін жаңа ересек адамдар өздерінің компьютерларын әкеліп жұмыс жасап отыр. Ар жақта дүкен сияқты. Егер өтеп қалған болса, автоматтар тұр. Мына жерде мына шығаруға болатын принтерлар төменде, осы жоғарыда. Қыздар ойнай алмады. Дауысын шығару керек. Дауысы шықпайды. Сосын мына жерде музыкаға арналған бөлме екен. Музыкалық аспаптар ойнайтын. Өздерінің аспаптарын алып келуі мүмкін. Мына жерде түрлі пластинкалар, жаңағы граммофон дей ма? Патефон деді ма, бұрындары қалай деді, соларға арналған пластинкалары. Түрлі тілдерде шығармалар, тілдердегі шығармалар. Бұл жерде 3-ші қабаты бар екен. 3-ші қабаты жабық па екен?
Міне жолдасым норвежский оқып бастап жатқасын. Балаларға арналған норвег тілінде кітаптар таңдап, қазір соны үйге алып кететін боламыз. Негізі тілді бастағанда осындай балалардың кітаптарынан бастау керек деп айтады ғой, оңай әлі түсінуге жақсы деп. Мысалға балалар кітаптары бар. Андай қылып безендірген. Түрлі тақырыптардағы кітаптар. Бұл жерде балалар бұрышы деуге болады. Үш кітап таңдалынды. Енді осыған бір уақыт беріледі. Бір айдың ішінде оқып бітіріп, сосын әкеліп тастауға болады. Кітапты өз бетімен қайтару, сканерлеу де бала үшін ойын секілді. Оқу тек міндет емес, қызық бола алады. Айта кетейік, мына жерде мынандай жүйелер тұрады өздерінің. Мына жерде кітапты сканерлеп, әуелі өзімнің осы кітапханада мүше екенімді растайтын картам. Так. Borrow. Scan the barcode from your phone light. Сканерлей. Так, enter pin code қазір. Енді мына кітапты әкел. Кітапты мына жерге сканерлей ғой. Мына бірінші кітап кетті. Екінші кітап кетті. Үшінші кітап кетті. Finish and log out. Болды, осы кітаптарды алдық. Енді қай уақытқа екендігін қалай біледі екенбіз? 27 тамызға дейін мына беріп жатыр біздерге осы үш кітаптарды. Болды. Солай алып кетеміз де, сосын келерде тапсырамыз. Жетханалары, мысалға кішкентай сәбилермен келгенде, жабықтыр, біреу бар ма екен ішінде. Сәбилермен келгенде жаңағы үстерін ауыстыратын бөлме арнайы. Осылайша біздер қаламыздағы кітапханамыздан кітаптарды алып кеттік. Мына жерде қай қабатта не орналасқандығы туралы айтылған. Керемет ғимарат іші. Егер демалыс күні әкеліп тастайтын болсақ, мынандай кітапхананың сыртында мынандай жәшік бар арнайы. Осыған адамдар оқып болған кітаптарын қуыстағы тесікке әкеліп тастап жібереді. Артынан осы кітапхана жұмысшылары алып кетеді. Керемет шешім. Мысалға жұмыс күндері келе алмасақ, демалыс күні келгенде осылай тастап кетуге болады.